Сәлем достар, Дари Кук каналына хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орешек в шоколаде деген торттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді болып шығады, ерекше торт. Көп нәрсені талап етпейді, бірақ өте дәмді болып шығады. Осындай печеньелардан және қайнатылған шоколадты кремнен жасалады. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Печеньямызды жасап алу үшін бізге қант, жұмыртқа, қаймақ, ерітілген сары май, ұн, қопсытқыш, сода, тұз керек болады. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, тұз қосып, осылай жақсылап араластырып аламын. Оның үстіне қаймақ саламын. Одан соң біздің ерітілген немесе жұмсақ сары майды қосамын. Барлығын араластырамын. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырып аламын. Енді содаға аздап уксусты қосып араластырып, біздің массамызға саламыз. Оны араластырамыз. Енді оған қопсытқышты саламын. Тағы жақсылап араластырамын. Енді ұнды қосу керек. Ұнды аз-аздан қосып отырып, өте жұмсақ қамыр илеп алуымыз керек. Енді столдың үстіне қамырды қоямын. Енді қолымыздың көмегімен барлығын бір келкі етіп бір жерге жинауымыз керек. Ұнды көп қосып, қатты қылып илеп қоймаңыздар. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Міне осындай болады. Қараңыздар, өте жұмсақ. Енді осы қамырдан майда-майда бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен шариктер жасаймыз. Фундук жаңғағының көлемінде болу керек. Мен сәл үлкендеу қылып қойыппын. Негізі менікінен де сәл кішілеу қылсаңыздар идеально болып шығады. Пергамент төселген противеньге осылай орналастырып шықтым. Енді бұны сәл қызартып пісіріп алу керек. Қалған қамырдан да жасап қойдым. Міне біздің печенькаларымыз пісіп шықты. Осындай болып шығу керек. Ал енді біз кремін жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаны жарып, үстіне қантты салып, жақсылап араластырамын. Ыдысымыз біздің эмалированный осындай темір ыдыс болу керек. Отқа қоямыз. Енді оған крахмал және ұнды қосып, жақсылап араластырып аламын. Крахмал болмаса, ұн ғана қоссаңыздар да болады. Енді оған какао порошокты салып, жақсылап араластырамын. Енді қайнап тұрған ыстық сүтті үстіне жаймен құйып, жақсылап араластыру керек. Осылай сүтті құйып аламын, жақсылап араластырып, отқа қойып, араластырып отырып, қоюланғанша араластырып пісіріп алуымыз керек. Отымыз баяу болу керек. Міне біздің креміміз қоюланды. Оттан алдым. Енді ыстық осы кремге сары майды салып, жақсылап араластырамын. Майымыз ерігенше осылай араластырамын.
Енді оны ыдысқа құйып, үстіне біздің жаңағы печенькаларымызды салып, барлығын бірге араластырамын. Барлық печенькамыз креммен араласуы тиіс. Енді біздің тарелкамызды сәл майлап жіберемін. Енді осының үстіне жақсылап біздің печенькаларымызды осылай салып, барлығын бір-біріне біріктіріп, осылай жақсылап горка қылып жинау керек. Енді торттың бетіне қалауыңызша жаңғақ немесе шоколадты осылай бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Менде бүгін шоколад және аздап жаңғақты да септім. Енді тортты кем дегенде 8-10 сағатқа тоңазытқышқа қойып қою керек. Ұсынар алдында тоңазытқыштан 1 сағатқа шығарып қойыңыздар, сол кезде өте жұмсақ болып тұрады. Достар, тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасаңыздар. Егер мен видеом ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.